Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписация және бір ғана лайк түймелерін баса отыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастадым. Жаңбыр, бұршақ, жел. 14 мамырға арналған ауа райы болжамы. Синоптиктердің мәліметінше, оңтүстік циклоны және олармен байланысқан атмосфералық фронтальды бөліктерден Қазақстан Республикасы арқылы жылжи отырып, найзағайлы жаңбыр солтүстік және орталықта қатты бұршақ әкеледі. Тек еліміздің батысы мен оңтүстік шығысында жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі. Республика бойынша желдің күшеюі солтүстігі мен орталығында дауыл, оңтүстігінде шаңды дауыл соғады. Түнде Қостанай облысының солтүстігінде, Ақтөбе облысының солтүстігінде, солтүстік Қазақстан облысының батысында топырақ бетінде 2 градус үсік жүреді. Қарағанды облысының батысында, оңтүстігінде, Ұлытау облысының орталығында, Абай, Қостанай облыстарының оңтүстігінде, Атырау облысының солтүстік батысында, Шығыс Қазақстан облысының оңтүстік шығысында, Қызылорда облысының батысында жоғары өрт қаупі сақталады. Батыс Қазақстан облысының батысында, солтүстік батысында, оңтүстік батысында жоғары өрт қаупі күтіледі. Қызылорда облысының Қазалы ауданында, Түркістан облысының батысында, Шөлді аудандарында төтенше өрт қаупі сақталады. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.